Ассалаумағалейкум бауырлар. Subaru Tribeca автокөлігі. Көлік от алмай тұрған кезде, яғни өшіп тұрған кезде селекторды нейтралға қалай қоюға болады? Қозғалмайды. Селектордың өзінде осындай батырма бар. Батырманы бассаң да қозғалмайды. Яғни көлік от алмай тұрған кезде рұқсат бермейді. Біз сосын селектордың өзін ашып көргенбіз, қазір ашық тұрған пластмассын бетінде. Пластмасын алдық. Мына пластмасты шығарып алғанбыз. Содан жан-жан қарасам, мына жерде батырма бар екен. Жасырынып тұрады екен бұл. Басылады. Басылған кезде селектор нейтралға қойылады. Аварийный, яғни апаттық жағдайда нейтралға қою. Аккумулятор қуат азайып қалып, көлік қызбай қалған жағдайда, көлік от алмай қалған жағдайда осылай нейтралға қоюға болады. Басып тұрып басамыз, нейтралға қойылады. Жіберсек қойылмайды. Басамыз, селектордың өзінде батырманы тағы да басамыз, сосын қозғаймыз. Бұл бауырлар, бұл батырмаға мына пластмасты алмасақ та жалпы басуға мүмкіндік бар екен. Оны салып қойдық. Мына жерде көрініп тұрады батырма. Аралықтан саламыз. Бастық. Жай ғана мына бөлігін алып алсақ болды екен. Осыны алып алсақ, мына жерде басатын батырмасы бар. Керек болар, бауырлар бәлкім.